Так, келесі 22-де 18-ші есеп теңдеулер жүйесінің құрамында альфа параметрі болмайтындай теңдеумен алмастырыңдар дейді, иә. Яғни, мына жерде бізде қазір косинус альфа, синус альфалар беріліп тұр ғой, енді осыларды алып тастайтындай жағдайға келтіру керек. Яғни, ең соңында теңдеудің ішінде мына альфа параметрі болмау керек. Ол үшін біз не істейміз? Біз бірінші мына екі жағын квадраттап жіберейік, иә. Екі жүйені квадраттап жіберейік, яғни x квадрат тең болады, мынаны квадраттасақ 16 косинус квадрат альфа. Мына жерде y квадрат тең болады 16 синус квадрат альфа болады, иә. Енді осы екеуін бір-біріне қосып жіберетін болсақ, мына жерге x квадрат сол жағында x квадрат плюс y квадрат болады, тең болады. Мына жерде 16 косинус квадрат альфа плюс 16 синус квадрат альфа болады, иә. Так. Ары қарай x квадрат альфа плюс y квадрат альфа, мына жерде 16-ның жақшаның сыртына шығарып жіберсек, косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа шығады. Енді мына екеуінің қосындысы бірге тең болатынын сіздер білесіздер, сонда менде жауабы мына жерде 16-ның өзі ғана қалады, иә. Мына қараңыздар, біз альфасы жоқ теңдеуге келтірдік. Келесі екінші есебі. Екінші есебі сәл күрделілеу болады. Y тең болады 6 синус альфа. Так, бұл жерде де біз квадраттаймыз. Екі жағында. Сонда менде x квадрат тең болады 16 косинус квадрат альфа. Y квадрат тең болады 36 синус квадрат альфа. Так, енді бұларды бір-біріне қосқаннан біз ешқандай пайда алмаймыз, иә. Себебі мына жерде жаңағы екеуінікі де алдындағы цифрлары бірдей болды ғой, сондықтан коэффициенттер бірдей болғаннан кейін біз мынандай түрге келтіріп жібердік. Мына жерде коэффициенттері екі түрлі. Сондықтан біз бұларды бір-біріне бөліп көрейік. Егер бөлетін болсақ, яғни сол жағында x квадратты y квадратқа бөлем. Мына жерде 16 косинус квадрат альфаны 36 синус квадрат альфаға бөлемін, иә. Так. Енді бізде мынау пропорция. Пропорция болғанда біз білесіздер, крестеп көбейтеміз ғой. Яғни x квадратты мынаған көбейтейік. X квадрат көбейтілген 36 синус квадрат альфа тең болады. Y квадратты мынаған көбейтеміз, е. 16 косинус квадрат альфа болады. Так, енді біз мына синус квадрат альфаны енді екі айнымалыны бірдей келтіру керекпіз, иә. Мына жер біреуінде синус тұр, біреуінде косинус тұр. Енді біреуін косинус қылайық. Яғни мына синусты косинус арқылы жасайық. Значит, мына 36-ны бірінші жазып алайық. 36x квадрат. Мына синус квадрат альфа дегенімді 1 минус косинус квадрат альфа деп келтіріп аламыз, иә. Формуланы білесіздер. Екеуінің қосындысы бірге тең екен. Мына жерде де 16y квадрат косинус квадрат альфа. Енді мынаны жақшаны ашып жіберетін болса, 36x квадратты бірге көбейтсем өзі шығады. Минус 36x квадратты көбейтемін косинус квадрат альфаға. Тең болады 16y квадрат косинус квадрат альфа деп жазып қоямыз. Так. Енді мен мына жерде мына 36x квадратты қалдыра тұрамын да. Мынаны мына жаққа жіберем. Сонда мынаны жазып алайық. 16y квадрат косинус квадрат альфа. Мына жаққа жіберсем плюс 36x квадрат косинус квадрат альфа болады, иә. Енді мына жерде 36x квадрат тең болады. Мына екеуінде бізде косинус квадрат альфа бар, иә. Значит, косинус квадрат альфаны шығарып жіберейік жақшаға. Сонда менде мына жерде қалады 16 16y квадрат қалды. Косинус квадрат альфаны шығарып жібердім. Мына жерде 36x квадрат қалады, иә. Енді ары қарай мына теңдеуден мен мына жақшаны тауып алатын болсам, ол менде неге тең болады? Мына қараңызшы, мынаны жазып алсам, 16y квадрат плюс 36x квадратты табу үшін мен не істеймін? Мен мына косинусқа бөлемін, е. Яғни өрнектеп алып тұрмыз ғой, түсініп тұрсыздар ғой. Косинус квадрат альфаға бөліп жіберемін. Не үшін жасадым? Енді дальше қараңыздар. Ары қарай 16y квадрат плюс 36x квадрат деп жазамын да. Мына жерде 36 көбейтемін де, мына жерде менде естеріңізде ма, x квадрат менде неге тең еді басында.
мына өрнектеп алып едім ғой, x квадрат менде 16 косинус квадрат альфаға тең еді. Яғни мына жердегі x квадраттың орнына, мынаның орнына 16 косинус квадрат альфа деп жазып аламын. Бөлінген косинус квадрат альфа. Мына бізде енді қысқаратын шамаға келтірдік. Екеуі қысқарып кетті, я косинустан құтылдық. Сонда менде 16y квадрат плюс 36x квадрат тең болады 36 көбейту 16 қалды, я. Бақа оны осылай қоя тұрайық та, біз былай жасайық. 36 көбейту 16-ға бәрін бөліп шығайық, я. Сонда ыңғайлы болады. Мына 16y квадрат бөлінген 36 көбейту 16 плюс 36x квадрат бөлінген 36 көбейту 16 тең болады 36 бөліту 16 бөлемін 36 көбейту 16. Бұл қысқартуға оңай. Яғни мынаумен 16 мен 16 қысқарады, 36 мен 36 қысқарады, мына екеуі қысқарып кетеді, 1 болады. Сонда мына жерде не қалды? Менде y квадрат бөлінген 36 қалды, плюс x квадрат 36 мына бөлінген 16 қалды, тең болады, мына жерде 1 шықты. Міне бізде шешімінде альфадан арылдық. Екіншісі ең күрделілеуі, қалғандары уже жеңіл болады, достар. Так, ары қарай x тең болады синус альфа қосамын косинус альфа, y тең болады синус альфа көбейтемін косинус альфаға. Так, біз былай жасайық. Біз мына біріншісін квадраттайық, я? Мына біріншісін. Яғни x квадрат тең болады демесе, мынаның квадраты болады. Синус альфа плюс косинус альфаның квадраты. Бұл менде формула а плюс б-ның квадратының формуласы. Яғни формула қандай еді? А квадрат плюс 2аб плюс б квадрат еді. Осыған келтіріп жазамын. Яғни x квадрат тең болады. На синус квадрат альфа болады. Плюс 2 көбейту синус альфа косинус альфа. 2 көбейту синус альфа косинус альфа. Плюс косинус квадрат альфа. Так, енді мына екеуінің қосындысы менде нені беретін еді? 1-ді береді, я? Сонда менде x квадрат тең болады. Мына екеу 1-ді береді. 1 плюс 2 синус альфа косинус альфа шықты. Енді қараңыздар, менде синус альфа косинус альфа неге тең болып тұр? Y-ге тең болып тұр, я? Екеуінің көбейтіндісі. Яғни мен мына жерде x синус альфа косинус альфаның орнына y-ті қоя саламын. 2y-тен. Енді болды, біз уже құтылдық, я, альфадан. Жинақтау жіберуге болады. X квадрат минус 2 альфаны мына жаққа шығарып жіберейік, тең болады 1 деп теңдеу түріне келтірейік. Міне біз құтылдық. Келесі төртіншісінде тангенс 4 дәрежелі альфа плюс котангенс 4 дәрежелі альфа тең x-қа. Мына жерде тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа тең y-қа. Так, бұл жерде де мына екіншісін квадратта жіберейік. Сонда менде тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфаның квадраты тең y квадрат. Мынау тағы да жаңағы а плюс б-ның квадратының формуласы. Яғни осы формулаға салып жіберетін болса, тангенс квадраттың квадраты менде тангенс 4 дәрежелі альфа болады. Плюс мына екеуінің көбейтіндісі 2 еще. 2 тангенс квадрат альфа, котангенс квадрат альфа. Так, плюс котангенс 4 дәрежелі альфа тең болады y квадрат. Так, енді қараңыздар. Тангенс 4 дәрежелі альфа мен котангенс 4 дәрежелі альфаның қосындысы менде мына жерде беріп тұр ғой, x-қа тең деп тұр. Значит, мына екеуінің орнына мен x деп жазам. Плюс менде мынау шықты. 2 тангенс квадрат альфа, котангенс квадрат альфа тең болады y квадратқа. Енді қараңыздар, тангенстің котангенс екеуінің көбейтіндісі неге тең? Менде көбейтіндісі мына 1-ге тең еді, я? 1-ге тең. Енді сіздер айтуларыңыз мүмкін, мына жерде дәреже жоқ қой деп, дәреже 1 дәрежеде тұр ғой, мына квадратта тұр ғой деп. Он бәрібір 1-ге тең болады. Неге? Себебі қараңыздар, мынаны ашып жіберейікші, тангенсті ашып жіберейікші. Ол менде синус квадрат альфаның косинус квадрат альфаға қатынасы. Ал мынау керісінше, косинус квадрат альфаның синус квадрат альфаға қатынасы, я? Тең y квадрат. Сонда менде мынау қысқарады да, менде не шықты? Бәрібір сол формула бойынша 1 шықты. Значит,
x қосу 2 тең болады y квадрат. Мына келтірдік. Мынаны айнымалыларды бір жаққа жинайтын болсақ, сандарды бір жаққа жинайық. Сонда менде мынандай теңдеуге келтіріп жазып алдым.